Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тыңдайтын әңгіме келіннің енесіне істегені өз басына келді. Қыздар, негізі қыз бала өсіп бой жеткенде сүйгенінің етегінен ұстап, сол шаңыраққа барып, түтінін түзу түтету ол заңдылық. Солай емес пе? Өзім де Аллаға шүкір бір әулеттің үлкен келінімін. Ата-енеммен ауылда тұрамыз. Ұлым бар. Менің айтқым келгені, өзің қандай келін болсаң, болашақта сондай келін сенде болады деген рас екен. Осыған сәйкес бір мысал айтып берсем деймін. Мүмкін енемен сыйыса алмай жүргендер ойланар. Жеке өз басым осы уақытта қатты ойланып, барынша енемді сыйлауға тырысып жүрмін. Біз шеткері бір ауылда тұрамыз. Бізден 3-4 үй ары тұратын бір отбасы бар. Олар келінімен 4 балалары бар, және де қарт ата-енесі бәрі бірге тұрады. Алла өзі кешірсін, жаман айтсам, бірақ келіндері сондай кесапат, тәрбиесіз. Енесінде сен деп сөйлейді. Жұмыс жасағаны міндетсініп, тамақ істеп қойсаң нең кетеді? Ана баланың көтенін жуа салмайсың ба деп есік алдында айғайлап жүреді. Атасы мал қорадан шықпайды, үй жағын тазалайды да жүреді. Алжыған шал дейді оны келіні. Атасы осы ауылдың молдасы, дем салады, Құран оқиды, соны жақтырмайды. Далада оқып кел деп шығарып жібереді. Ал күйеуі вахтада жұмыс жасайды. Үйінде болғанда күнде ұрыс, төбелес. Әйелі қайтпайды, қолынан не түссе сонымен ұрады. Енесі араласса итеріп жібереді. Бізге бәрі көрініп тұрады. Оған көзіміз үйреніп те кеткен сияқты. Енді айта берсем өте көп. Алла бетін әрі етсін. Бір күні атасы маған келіп тұр. Айналайын балам, өтініш, ауданға барып 6 килограмм фарш әкеп берші деді. Қонақ күтетін шығар деп ойладым. Жарайды деп үйіне апарсам, тағы айғай. Сөйтсем олар кешегі тамаққа манта жасапты. Содан қалған үйдегілері келіні жоқта түскі асқа ысытып жепті. Сөйтсе кешке келіні келіп, маған манта қалдырмадыңдар деп айқай шығарыпты. Сонымен балаларын ұрып, ашуланып, олар жылағанға енесі шыдамай балдарды құшақтап, кетіңдер барың деп далаға қуып шығыпты. Мен барсам, енесі жас балаша жылап отыр. Барлығы да өз қатем, өз кінәм деп. Сәл жұбатқансып үйге қайттым. Үйде шай үстінде әңгіме шығып кетті. Атам олар туралы сөз қозғады. Бәріміз бірге өстік, ойнадық, үйлендік. Сонда олар да әке-шешелеріне тура осылай жасаған деді. Келіні ауру енесін мүлде қарамайтын. Төсекке таңылған ол кісі бұтына жіберіп қойып жататын. Ешкім қарамайтынды. Сонда келіні бөлмені сасыттың деп 2 қабат көрпешесімен далаға шығарып тастайтын. Күн әжептәуір суық болатын. Сонда ол кемпір далада жатып, бір үзім нан беріңдерші деп жылайтын. Біз талай нанын, суын апарып бергенбіз. Бірақ өз ұлдарынан мейірім болмаған соң ақыры кетті ғой деді. Енді сол жасағандарын Алла өз келіндерімен алдарына келтіріп тұр ғой деді. Міне қыздар, сол сөз рас екен. Не жасасаң да алдыңа келеді дегені осы емес пе? Менің мақсатым ол отбасының атын қаралау емес, тек мен сияқты ойланып, ақылға келу. Мен Алла сақтасын, ана келін сияқты демеймін, тек кейде ененің ащы тілін естігенде тістеніп қалатыным бар. Сол ғана айтарым. Ол қыз тәрбиелеп отырмыз. Алла бәрін оңынан, жақсылығынан бергей. Балаларымыз ауырмасын.